Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және бөбектер, сіздерге арнаған ертегінің жалғасын жалғастырайық. Ертегінің аты «Алтын жүзік». Мұрат баяғы бақытымен жүре береді. Мұрат бейғам келе жатса, алдынан төбелесіп жатқан бір ақ жылан мен қара жылан кездеседі. Мұрат тұра қалып төбелеске қарап тұрады. Қара жылан ақ жыланға едәуір қысым көрсетіп тықсырып бара жатады. Мұрат осы ақ қой деп ақ жыланға болысып, қара жыланды жығып береді. Қара жылан өлгеннен кейін ақ жылан бір сілкініп сұлу жігіт болып шыға келеді. Осы көмегің үшін мен сізге не сыйласам екен дейді. Біз екеуміз патша едік. Қара жыланның ақ жыланға бір жыланы қосылып кеткен еді. Сол үшін төбелесіп жатқан едік. Менің қалымды өзің көрдің. Енді болмағанда өлер едім. Мені сен арашаладың. Саған мен үйдегі алтын жүзігімді берейін. Ол жүзік қолда тұрса, бай да боласың, патша да боласың. Болмайтын затың жоқ. Енді мен соны саған берейін, ренжімей ал дейді жігіт. Қазір менің арқама мінді, көзің жұмып отыр. Аш деген уақытта көзіңді ашарсың дейді жігіт одан әрі. Мұрат жігіттің арқасына мініп көзін жұмып отырады. Бір уақытта аш дейді. Көзін ашса, қасында ақбоз ат байлаулы бір үй тұр. Ішінде бір кемпір шал отыр. Бұлар жаңағы жігіттің әке-шешесі екен. Жігіт шешесінен жүзігін сұрайды. Шешесі бергісі келмейді. Бірақ баласының көңілін қимай жүзікті алып береді. Мұрат жүзікті алғаннан кейін бұрынғы бағытымен жүре береді. Ақыры бір елге келіп, сол елде тұрақтайды. Мұрат жүзікті алғаннан кейін бай бола бастайды. Бұның қалай байып жүрген жұрт біліп қалады. Бір күні Мұрат шарап ішіп, мас болып отырып, бар сырын қасындағы жолдастарына айтып қояды. Бұны жолдастары халыққа жайып, Мұраттың үйінде керемет бар екен деседі. Бір күн осы үйге кемпір келіп қызметші болады. Ол осы үйге сіңіп алып шаруашылығына да араласа бастайды. Ол текеметтің арасындағы жасырып қойған жүзікті ұрлап алып кетіп қалады. Мұрат сөйтіп жүзіктен айырылып қалады. Бірақ жүзіктегі осы үйдегі мысық пен таз іздеп шығады. Кемпірдің үйі көп, үйдің ішінде екен дейді. Мысық пен таз жолға шыққан соң кемпірдің үйін қалай табамыз деп ақылдасады. Таз айтады: ол үйге мен барайын дейді. Сонда мысық тұрып: қайта мен баруым керек, сен ол ауылдың иттері жарып тастайды, ал мен болсам иттер келіп қалғанда секіріп талдың басына шығып кетеміз, сен жұрт ұйықтағанда кел дейді. Сөйтіп кемпірдікіне әуелі мысық кетеді. Мысық үйге бара бергенде 5-6 ит көріп қалып қуып береді. Мысық үйдің үстіне шығып кетеді. Үйдің үстіне шыққан мысық жарықтан сығалап үйдің ішіндегінің бәрін көреді. Төрде бұрынғы кемпір отыр, қасында 2-3 баласы бар. Бұл күндері байи бастаған кемпірдің есігінің алдында 200 қой жайылып жүр. Жұрт жатып көз ұйқыға кеткенде мысық тазыны үйге шақырады. Кемпір қолына жүзік түскесін мас болып: жүзік түгіл Мұраттың үйінің құты, мына мысық пен тазы да маған келіп отыр деп күпінеді. Мысық пен тазы осы үйге сіңіп алады. Бір күні кемпірдің үйінде адам қалмайды, бәрі шаруашылығына кетеді. Үйде қалған мысық пен тазы жүзікті іздей бастайды. Жүзікті кемпір сандыққа салып қойған екен. Олар оны тауып алып қашып кетеді. Жүзікті Мұратқа келіп береді. Мұрат мысық пен тазыға разы болып күтіп, тамағын тойғызып бағады, асырайды. Жүзікті күндіз мысық, түнде тазы күзетеді. Сөйтіп жүзік ешкімнің қолына түспейді. Мұратты байлыққа, бақытқа жеткізеді. Мінекей, ертегіміз аяқталды. Сіздер ертегін тыңдаңыздар, жүрек лүпілдеріңізді басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.